Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егерде каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырау басуды ұмытпайық. Бүгін осындай өте жұмсақ, нәп-нәзік, үлпілдек болып шығатын, ең сәтті шығатын зебра пирогын дайындайтын боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға осылай жұмыртқаларды бірінен соң бірін шығарып аламыз, яғни 3 жұмыртқаны. Одан кейін оның үстінен шым-шым тұз салып, және де қантты салып, миксердің көмегімен қант ерігенше, яғни аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламын. Егер де сіздерде миксер болмаса, венчикті пайдаланып, қант ерігенше араластырып алсаңыздар болады. Мінекей дәл осылай аппақ болып жұмыртқамыз көпіргеннен кейін оның үстінен сұйық майды және де сүтті құйып, тағы да миксермен, яғни бір келгі болғанша араластырып аламын. Барлық жақсы араласқаннан кейін оның үстіне еліктен өткізілген ұнның барлығын салып, 1 шай қасықпен қопсытқышты қосып, миксермен тағы да ұнның ешқандай түйірі қалмағанша араластырамын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай сұйықтау масса шықты. Енді оны 2 ыдысқа бөліп, екінші ыдысымыздың үстінен 1 ас қасықпен какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де какао қосқаннан кейін қоюлау болып жатса, онда кішкене сүт қосып араластырып алсаңыздар болады. Енді 24 сантиметрлік формаға осылай 2 ас қасықтан ақ және шоколадты массамызды бірінен кейін бірін құйып аламыз. Осылай бірінен кейін бірін құйып алғаннан кейін оның үстінен тіс шығығыштың немесе шырпының көмегімен өрнектер салып алып, қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Менің пешімде 120 градуста 30 минутта пісіп шықты. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің градусына байланысты пісіріп алсаңыздар болады. Достар, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Және де қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.